Жауынгер қоян, қоя тұрса. Біз сәл сөйлесейік те бірден бастап кеткенбіз. Ойбай сөйлесу көп па? Жігіттер кешіңдер. Асыз кеттім ба? Кеше түнде қата екеуміз ағайын кино көрген болды. Қойларымыз айналайын жауынгер қоян. Келесі жолы атпайын дегеніміз мелодрама комедиялар көрші. Түсінбедім, саған бір сөз етмәне жұмбақ адам. Сен тек қана сұрақтарға ғана жауап бере бересің. Бірінші сұрақ, біздің алоқтар қайда? Мен айтам олардың қайда екенін. Тек қана мен қолымды кісеннен босатыңдар. Жоғи, армандапсың. Мына қызды босатуға болмайды. Мына қыз деген бала апасты негізі. Қатты шығару деген бұл. Жарайды, біз олардың қайда екенін айтамыз. Бірақ сендер бізді босатыңдар. Содан кейін айтамыз. Жарайды, босатайық. Сосын сендер шығыңдар, қашып кетіңдер. Бізге алоқтардың қайда екенін айтпай қойыңдар. Солай болады ода барлығы. Сендер не? Бізді сондай ақымақты өлесіңдер ме не? Қайда екенін айтпайынша ешқайда кетпейсіңдер. Жокері бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ассалаумағалейкум. Олар не істеп отырмын да? Ұсталып маған ба не? Жокер, керемет жаңалық. Мына үшеуін ұстадық. Ұстадық деген кезде өзім жалғыз барып ұстап алған ғой. Қалай, күшті ме? Күшті деген кезде несі күшті оны? Күшті ғой негізі. Күшті, аға, жақсы. Құтты болсын. Жарайсыңдар. Жокер, түсінбедім. Сен қуанып тұрған жоқсың ба не? Бұл жақсы жаңалық емес пе? Мына үшеуін ұстадық қой. Үш алаяқты ұстадық. Жоқ, қуанып тұрмын ғой, әрине қуанып тұрмын ғой. Қуанышымда шек жоқ. Бірақ мұндай мәселе ғой. Анау алоқтарды қалай табамыз? Алоқтар қайда екенін айтасыңдар ма, айтпайсыңдар ма? Қандай кездесіп айтыңдар? Бұлар бар ғой, бұлар негізі айтпайтын секілді түрлеріне қарасам. Жігіттер, не істейміз? Қалай істейміз? Алоқтарды құтқаруды ойлау керек қой бізге. Ең бірінші кезекте соны ойлау керек. Сол мәселені біз енді ғана бастап жатырмыз. Сондықтан уайымдама. Қазір біліп аламыз оларды. Әнекей, айтасыңдар ма, айтпайсыңдар ма? Айтпаңдар, Қызылбас, бейбақ адам, мүлдем айтпаңдар. Мыналарға күлкім келеді бар ғой. Сендер егер айтпасаңдар, біз сендерге не істейтінімізді білесіңдер ма? Білмеймін, бірақ білмейді қойыш. Мен жүрегім ауырады, өтініш маған тиіспеңдерші. Саған ешкім тиіспейді. Егер алоқтардың қайда екенін айтсам болды, басқа бізге түк керек емес. Соны ғана айт деймін. Қызылбас, айтпаңдар. Жұмбақ адам мүлдем ештеңе айтпаңдар.